Құран аяттарының кейбір жерінде мынандай әріп келеді. Бұның өзіндік оқылу ерекшелігі бар. Бұл негізде тә әрпі. Әлиф, бә, тә деген кездегі тә әрпі. Бұның ережелік тұрғыдан бұл тәмәрбута деп аталады. Бұл әріп егер бір сөздің соңында келіп, сіз сол сөзге тоқтайтын болсаңыз, онда бұл автомат түрде сукунды хә әрпіне айналып кетеді. Мәселен, аузу биллахи минашшайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим ғишауа. Егер сіз мына жерде тоқтайтын болсаңыз, ғишауа деп сукунды хәға айналдырасыз. Сосын ары қарай жалғастыра бересіз. Валахум азабун азим деп. Ал егер мына жерге тоқтамай жалғастырып өтетін болсаңыз, онда өзінен кейінгі ережеге жалғасып, бұл тә осы күйінде оқылып кетеді. Тә болып оқылып кетеді. Мәселен, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.